Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім, 130-шы сабақ дара және күрделі сан есімдерді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз берілген тақырып бойынша әңгіме құрастырып үйренетін боламыз. Диалогтарға қатысамыз, қатені табамыз және түзеп жазатын боламыз. Олай болса, 40-шы жаттығуға назар аударайық. Суреттерге қарап, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тап. Сол жер атауларын тақырып етіп, әңгіме құрастырып жазыңдар дейді. Балалар, бірінші суретте бізде Бурабай курорт алаңы, демалыс орны, туристер келетін мекен екен. Екінші суретте тау бөктері, мына жерде керемет сурет көріп тұрмыз. Үшінші суретте Алматы қаласы, Медеу екен. Төртінші суретте Түркістан, киелі Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі берілген екен. Балалар, бізге берілген 4 суреттің қайсысына саяхатқа шыққыларың келеді? Сол туралы кішігірім мағлұмат іздеп, өз ойларыңмен әңгіме құрастырып, кішігірім мәтін жазсаңдар болады. Мен мысалы, киелі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барғым келеді. Түркістан деп ат қойып, кішігірім мәтін жаздым. Жаз мезгілінде біз сынып бойынша Түркістан қаласына саяхатқа бардық. Ол жерде тарихи орындар мен әдемі жерлер өте көп. Ең үлкен ғимарат Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Сол жердегі қызметкерлер кесене туралы қызықты көптеген ақпараттар айтып берді. Мінеке балалар, мен өз ойымды жаздым, сендер де өз ойларыңды жазып көріңдер. 41-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы тайқазан көне ескерткіш. Ол 7 түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Бұл жерде қате сөздер тайқазан емес, тайқазан болып жазылады. Одан кейін, ол 7 түрлі емес, ол 7 түрлі болады. Дара сан есімдерді тап. 7, 2. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Сан есімдер 7 түрлі, 2 тонна сөздермен байланысып тұр. Келесі 42-ші жаттығу. Диалогтың сұрақтары мен жауаптарын толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістан тарихи қала. Онда не бар? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тайқазанның салмағы қанша? Тайқазанның салмағы 2 тонна. Мүмкін сендер басқа сөз қоюлар мүмкін, балалар. Бұл менің нұсқам. Сендер де өз нұсқаларында қарастырып, сөздер диалог құрастыруларыңа болады. 43-ші жаттығу. Жолаушыға айтылатын тілек сөздерді есіне сақта және көркем жаз. Жолың болсын, сәт сапар, жақсы демалып кел. Мінеке балалар, кітапта қалай көркем жазылған, солай дәптерімізге көшіріп алайық. Дара және күрделі сан есімдерге арналған қызықты сабақтарымыз аяқталды. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар балалар.